Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен жалпы ас қорыту жүйесінде ең маңызды рөлді ойнайтын өт туралы сіздерге ақпаратпен бөлісетін боламын. Өт жолдарының құрылысы және де өт қалай пайда болады, оның негізгі қалыпты кездегі анатомиялық құрылысы және де физиологиясы жөнінде сіздерге ақпаратпен бөлісетін боламын. Жалпы әрбір өзінің денсаулығына құрметпен қарайтын адам бұл ақпаратты мүлтіксіз жібермей соңына дейін көретін болады. Егер видео ұнап жататын болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерге алдын ала рахмет. Егер де біз белгілі бір майлы ыдысты ұстайтын болсақ, или майлы тағамды ұстайтын болсақ, онда қолымызға жағылып қалатын болса, оның әшейін сумен кетуі өте қиын болып саналады. Оны міндетті түрде сабынмен немесе ыдыс болатын болса, феримен кетіреміз. Сол секілді өттің де құрылысы как фериға ұқсайды. Ол тура майды кетіргенде ас қорыту жолындағы майдың сіңірілуіне өзіндік әсерін тигізетін болады. Оның құрамында, мысалы, феридің құрамында арнайы бір ароматорлар, консерванттар болатын секілді, өттің де құрамында примерно консерванттар, натрий гидроксидтері, натрий хлориді секілді заттар болады. Өттің негізгі қызметі бұл майды эмульгировать ету, яғни оның сыртын жаңағыдай бізде ас қорытуда асқазаннан 12 ішекке өтеді. Тағам сол жолда өт майдың жаңағыдай организмге ешқандай қиындықсыз түрде сіңірілуіне өзіндік әсерін тигізеді. Ал ұйқы безінің ферменттері ол майдың жаңағыдай бөлшектерге, кішкентай бөліктерге бөлінуіне өз әсерін тигізеді. Яғни астың қорытылуына қатысатын болады. Жалпы тәулігіне жобамен алғанда 600 мл өт бөлінеді. Және де оның құрамында су, шырыш, минералды тұздар, және де одан бөлек өт қышқылы, билирубин, холестерин, фосфолипидтер болады. Құрамында негізінен мицеллалардан тұрады. Бұл мицелла деп отырғанымыз жалпы көлемі екі жақты жаңағыдай жасуша болады, кішкентай. Сол екі жақты кірпіге ұқсайтын болады. Онымен қоса мицелланың жалпы көлемі негізінен 3-6 нанометрді құрайды, және де 20-40 молекуладан тұратын болады. Және де мицелланың құрамында өт қышқылдары және де лецитин болады. Былай қарап отырсақ, ол үш өлшемді құрылым және де екі жақты болады. Оның мысалы беткі жағы суды сіңірілуіне қатысатын болса, ортаңғы бөлігі майдың сіңірілуіне қатысады. Бірақ та егерде организмге тағам түсетін кезде май көп болатын болса, керісінше майлы бөлігі бетіне шығады да, ал суды сіңірілуге қатысатын бөлігі астына түседі. Ал керісінше сулы бөлік көп болатын болса, сулы бөлігі бетіне шығады да, майлы бөлігі ортасына немесе астына қарай өтіп кетеді. Жалпы бауырдан бізде қан арқылы негізінен жалпы бауыр бұл өте көп қызметі бар орган болып саналады, без болып саналады. Және де бауырдан біз білеміз қан өтетінін. Және осы кезде қан өткен кезде оның бойынан өт қышқылдарын бауыр алып өтке қарай өткізеді. Және де холестерин, одан өт қышқылдарынан бөлекте холестеринді де алады да, ол холестеринді өт қышқылына айналдырып, сәйкесінше оны да өтке қарай өткізетін болады. Жалпы қанның құрамындағы 80% өт қышқылын бауыр өзінен қаннан алып өтке қарай жіберетін болады. Бірақ та қанның да құрамында сәйкесінше аз мөлшерде холестерин, фосфолипидтер және де билирубин және де өткізілмеген, содан басқа да мысалы холестериннің да кейбір бөліктері қанға қарай өтетін болады. Және биохимиялық анализдерде бұл кішкенеде болса да мөлшерінде көрінетін болады. Бізде организм қандан тұрады, және де қан білеміз плазмадан және де қан жасушаларынан тұрады. Қанның жасушаларына эритроцит, тромбоцит, лейкоциттер жатады, және де эритроцит, қызыл қан жасушалары, бұлар 120 күн өмір сүріп болғаннан кейін өзіндік қызметі біткеннен кейін өледі. Және де өлгеннен кейін бауыр осы кезде тікелей емес билирубинді алады да, биологты түрде өзіне алып алады. Және де сөйтіп оны тікелей билирубин түрінде, яғни оны қышқылмен қосады да, сәйкестендіріп биологын өзінен алып қалады да, және де оны өтке қарай жіберетін болады. Солай да билирубин
сөйтіп өтке қарай өтеді. Және де секретин деген гормон бөлінеді. Бұл жалпы секретин деген гормон қазір қалай бөлінетінін айтамын. Ол көбінесе жалпы судың, минералды тұздардың, жалпы натрийдің, хлордың, бикарбонаттардың сіңірілуіне және де өтке қарай өтуіне, өттің құрамына қарай енуге әсер ететін гормон болып саналады. Және де өт негізінен білеміз, жалпы ең басында бауырлық үлестер арқылы бөлінетін. Жалпы өт біріншіден өт капиллярларына қарай бөлініп өтеді. Одан кейін өт капиллярларынан ол каналға қарай жалғасады. Ол канал Геринга каналы деп аталады. Және де ол каналдан жиналып өзекке қарай өтетін болады. Ал өт өзегінен ары қарай бауырлық өзекке қарай өтетін болады. Осылай өттің бөлінуі жүреді. 2-3 минутта негізінен 1 мл өт бөлініп отырады. Жалпы бір тәулікте 3,5 литр өт бөлінеді. Және де оның организмде жалпы бір суткада қалатыны 600 мл, яғни 0,6 литрді құрайды. Жалпы негізінен өттің құрамы, яғни құрамы дегенде көлемі 50-60 мл құрайды. Және де осы 600 мл-дің де ішінен де сіңіріліп өтке жалпы өттің құрамындағы негізгі суын 90% сіңіріліп өтке қарай өтетін болады. Жалпы өт негізінен басында қан сарысуына ұқсайтын болады. Және де өт сұйықтығы. Бірақ одан ерекшелігі оның құрамында билирубин, холестерин, өт қышқылы деген заттар болады. Және де жалпы өт қышқылдары негізінен 24 көміртек атомынан құралады. Және де оның бірнеше формалары бар. Бірақ та ең басты 2 түрі бар. Ол холедовый түрі және де хенодезоксихолевой өт қышқылы түрі. Және де оның барлығы бізде ішектің микрофлорасы арқылы түзілетін болады. Оны қазір кейінірек айтам. Энтерогепатический циркуляция деген бар. Сол арқылы өт қышқылдары организмге қайтадан өтке түсетін болады. Жалпы өт қышқылының құрамында жалпы глицемин және таурин секілді амин қышқылдармен байланысып тұрады. Бірақ та оның ішінде глицемин 3 есе көбірек байланысады. Таурин өткені өте көп пайдалы жақтары өте аз болғандықтан глицемин көбірек байланысқан түрде болады. Және де бізде білеміз, өт қышқылдарының өт жолының протогы, яғни өт өзегі арнайы қабаттардан тұрады, жаңағыдай бұлшықетті, шырышты деген қабаттардан. Және де оның ішін шырышты қабат қаптайды. Егер де мысалы өтте белгілі бір қабыну процесі болатын болса, онда бұл шырыштар, оның құрамының ішіндегі шырыштар көбейеді де өттің бөлінуін басып тастайды. Осылай организмде өттің іркілуі пайда болуы мүмкін. Немесе жалпы осы өт жолының бойында нервтық талшықтар орналасады. Және де бұл бұлшықетті қабатының, өт бізде бұлшықетті орган болғандықтан бұлшықетті қабатының тонусының жиырылуына және де оның бәсеңдеуіне, баяулауына өз әсерін тигізеді. Және де осы кезеңде өттің жалпы осы нерв талшықтары бұл тонусының жоғарылауына немесе төмендеуіне өзіндік әсерін тигізіп отырады. Бізде өт бауыр негізінен үлестерден тұрады. Сол жақ үлестік және де оң жақ үлестік бөлігі болады. Және де осы өтке қарай бөлінетін бөлігінде, мысалы, сол жақ үлестік бөлігі бізде өте ұзын болып келеді, чем оң жағына қараған кезде. Яғни сол жағы 2 сантиметрді құрайтын болса, ал оң жағы өтке қарай тікелей ашылатын болғандықтан 1 сантиметрге дейін болады. Және де ол примерно диаметрі 0,5 немесе 10 миллиметрді құрайтын болады. Жалпы өт анатомиялық құрылысына келетін болсақ, ол ұзындығы 7-8 сантиметрді құрайтын және де диаметрі 2-3 сантиметрді құрайтын орган болып саналады. Оның көлемі бағана айтылғанда 50 миллилитрді құрайды. Және де оның формалары әркімнің консистенциясына байланысты алмұртқа, немесе баклажанға, немесе кабачокқа ұқсап келеді. Және де
оның орналасқан бөлігі бізде оң жақтық бұғанадан ортаңғы сызығымен жүргізген кезде және де 10-шы қабырға деңгейінде орналасатын болады. Немесе оң жақтық қолтықтан кіндікке қарай сызық түсіріп, оның жалпы қабырғамен түйіскен жері осы өттің орналасқан бөлігі болып саналады. Бірақ та өтті біз ұстап сезе алмаймыз. Ол өткені бауырдың артқы бөлігінде орналасқандықтан, ол примерно бауырдан жалпы ұстаған жерімізден 3 см тереңдікте орналасады. Сол үшін біз оны ұстап сезе алмаймыз. Жалпы өттің оң жақ және сол жақ бүйірі болады. Оң жақ бүйірі тоқ шекке қарай, ал сол жақ бүйірі асқазанға дейін жететін болады. Сонымен қатар өттің жалпы өт қуығының өттің жалпы күмбезі болады. Ол күмбезі алдыңға дейін және де мойны артқы бөлігінде орналасады. Өт жолдары бар. Жалпы өт жолдарында ішкі бөлігі как спираль сияқты орналасады. Өйткені олар бірден түспес үшін және де осы кезеңде өттің ішінде арнайы қысқыштар болады. Өт жолдарының ішінде ол как бізде трубалар сияқты канализацияның, және де ол өттің арнайы бөлінуіне және де организмде бір органнан екінші органға қарай ауысуына өзіндік әсерін тигізеді. Бізде организмде бірнеше сфинктерлар бар. Оның біріншісіне ол ауыз жатады. Ерін, то есть ерін ауыздың жалпы дөңгелек бұлшық еті, ол негізінен қысылып ашылатын болады. Екіншісі сфинктер, бұл анальный сфинктер, тоже солай қызмет атқарады. Жалпы бұл біздің организміміздегі кейбір қолайсыз жағдайларды болдырмас үшін өзіндік қызметін атқарып тұрады. Сәйкесінше физикалық жағынан қарайтын болсақ, егерде оны движение, яғни қимыл қозғалыс қысатын болса, қимыл қозғалыс азайып, ал қысым жоғарылайтын болады. Ал керісінше қимыл қозғалыс көбейген кезде қысым төмендейтін болады. Және де бұны как шлангымен салыстыратын болсақ, шлангында аузын жауып суды ашқан кезде қысым көбейеді де қимыл қозғалыс азаятын болады. Дәл солай өт жолдарында да арнайы сфинктерлар болады. Оның 3 түрі бар және де олар өзіндік қызметін атқарып отырады. Біріншісі Люткенса. Ол негізінен өт қуығында өттің өзінде орналасады. Ол өттің ішіне, өттің кірілуіне немесе өттің шығуына өзіндік әсерін тигізеді. Және де бұл көбінесе астың қорытылуы кезеңінде қызмет атқаратын сфинктер болып табылады. Ал екіншісі Мирица деп аталады. Бұл деп отырғанымыз негізінен жаңағыдай өттің жолында, яғни өт өзегінде орналасады, ортаңғы бөлігінде. Бұл негізінен өттің жоғарыдан қарай келіп, бірақ та бауырға қарай қайтып өтіп кетпеуіне өзіндік әсерін тигізетін болады. Ал үшіншісі Оти сфинктері, бұл негізінен ішекке өтетін жолында орналасады. Бұл ең күшті сфинктер деп аталады және де өттен ішекке қарай өту жолында орналасады. Және де оның ең басты қызметі өттің ұйқы безіне қарай өтіп кетпеуіне әсерін тигізеді. Егер де бізде бұл сфинктер дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда өтіміз бізде өт өзегінен ұйқы безіне қарай өтіп кетеді де, сәйкесінше билиарлық панкратит дамиды. Бұл билиарлы панкратит өте ауыр асқынулардың бірі және де тіпті адамның өліміне дейін алып келуі мүмкін. Жалпы бізде өттің тамақ түскен кезде өттің жалпы жиырылуы 15 минуттан 1,5 сағатқа дейін созылады және де 25 мм сынап бағанасы қысымында болады. Жалпы негізінен өте пассивті түрде өзінен өзі ағады баяу ағыспен, және де түнгі уақытта әсіресе жалпы бауырдан өт қышқылдарының өттің бөлінуі жүреді және де осы кезде
таңертеңгі уақытта біз тағам ішетін болсақ, тамақ ішетін болсақ, онда міндетті түрде майлы тағамды қосқан дұрыс. Егер де мүлдем майлы тағамды біз рационнан алып тастайтын болсақ, онда бұл өттің жұмысының дұрыс істемеуіне, сәйкесінше кейін ауруларымыздың шығуына септігін тигізеді. Сонымен қатар холерез және холекинез деген түсінік бар. Холерез деп отырғанымыз бұл өттің түзілуі болатын болса, холерокинез деп отырғанымыз өттің бөлінуі, яғни қимыл қозғалысы және де оның белгілі бір өзектермен өтуі болып саналады. Сонымен қатар өттің жалпы бөлінуін реттейтін бізде нервтық жүйе бар. Жалпы бізде мысалы организмге тағам түсті, және де тағам түскен кезде ол асқазанға түседі, және де ары қарай өнекке ішекке өтеді. Осы кезеңде өттің жалпы бөлінуіне септігін тигізетін арнайы нервтық талшықтарға хабар келеді. Яғни осы хабар келген кезде сәйкесінше өттің бөліну көлемі реттеліп отырады. Солай өт өзегі арқылы кишечникқа, яғни ішекке қарай өттің бөлінетін көлемі, яғни қаншалықты мөлшерде керек екені нервус вагус, яғни кезбе нерв арқылы кететін болады. Одан бөлек жалпы холецистокинин деген арнайы нервтық жүйеге әсер ететін, жалпы өттің бөлінуіне әсер ететін белсенді зат бар. Холецистокинин бұл негізінен өттің бөлінуіне өзіндік әсерін тигізеді, және де антидепрессанттың қызметінде атқарады, және де тағамның көп мөлшерде ішілуіне, және де қаншалықты мөлшерде тағам керек емес екендігіне де осы зат жауап беретін болады. Және де осыдан кейін секретин деген гормон бөлінеді. Бағана айтылды, бұл секретин деген гормон организмде судың, жаңағыдай белгілі бір минералды тұстардың сіңірілуіне әсерін тигізіп отырады. Кейін организм керекті затты өзіне алып алғаннан кейін кері байланысқа түседі, яғни болды, бізге артық тағам керек емес, немесе мынандай тағам керек деген секілді жауап беріледі де, сөйтіп организм тағам түсіруді тоқтатады. Осылайша жалпы өттің бөлінуі нервтік жүйемен, яғни нервтік гуморалдық жүйемен осылай жүріп отырады. Сонымен қатар ішектік энтерогепатический циркуляция кезеңде өт қышқылдарының, бұл кезеңде бізде организмнен тағам түсті және өт бөлінді, ішекке бөлінген кезде қайтадан организмдегі ішектің микрофлорасының көмегімен сол ішекке түскен өт қышқылдарының 50% қайтадан өтке қарай өтетін болады. Бұл негізінен бізде организмде бір күндегі бөлінетін өттің мөлшері негізінен тағамның қорытылуына біздегі түскен бәріне жетпейтін болады. Сол үшін сол түскен айналымдағы зат негізінен 4-12 рет айналымға түсетін болады. Солайша бізде организмде өт қышқылдарының бөлінуде және де белгілі бір ас қорыту процесінің болуы да осыған тікелей байланысты болады. Жалпы өттің негізінен анатомиялық процесі, физиологиялық жүйесі осылай жүретін болады. Егер де белгілі бір аурулар және де белгілі бір патологиялар болатын болса, осы жүйелерде белгілі бір бөлігінде қатер кеткені деген сөз. Қалыпты жағдайда негізінен осылай жүретін болады. Келесі видеоларымда негізінен осы ұйқы безіне қатысты және де оның жалпы ас қорыту жүйесіне қалай әсер ететіндігі жөнінде сіздерге айтатын боламын. Бүгінге айтылған ақпараттар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, және мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.